Армысыздар, эфирде Headliner Weekend. Студияда мен Диана Ахметова. Осы аптаның айтулы ақпараттарына егжей-тегжейлі тоқталсақ, алда көретіндеріңіз. Кино мен эстрада жұлдыздарының басы бір картинада тоғысты. Я от площадки к площадке бегала, если честно. Баян Мақсатқызы режиссер Рашид Сүлейменов көлік айнасын ұрлайтындардың қылмысын қалай әшкереледі. Бәрі айтып отыр ғой, Денистен деп. Ол кісінде жағдай енді не дәлел. Түсірілім барысында бірнеше рет шапалақ жеген Элизат неден ұялды? Бәрі сол поцелуйды көріп, мен мамамда деп шок болып. Аян Өтепберген айна ұрлаушыларға қандай жаза қолданбақ? Мен мысалға статистиканы қарадым, қанша айна ұрланады, не үшін ұрланады, қалай ұрланады. Алтын Зер дуэті мен Алатау этнотобын не байланыстырды? Құпия болып қалсын. Әнші қыздардың жүрегін жаулаған жігіт кім? Бірақ соның ішінде бір ерекше ұнайтын бір жігіт бар. Өнерпаздардың аспапты тастап, тойға шығуларына не себеп? Шынымды айтсам, ол жағын айта алмайды екен. Белгілі режиссер Рашид Сүлейменов тағы да көрерменнің ықыласына бөленді. Апта басында тұсауы кесілген «Зеркало» фильмі көрерменге терең ой мен өзекті өртейтен өкініш сыйлап үлгерді. Режиссердің бұған дейінгі «Когда ангелы спят» картинасы да ерекше әсер қалдырған болатын. Сонымен, су жаңа кинотуындының айтпағы не? Толығырақ әріптесім Айдана Құрманғали тарқатсын. Жұлдыз, басқа жаққа кетіп қалғың келмей ме? Не үшін? Бақыт іздеп сандалмай, емін еркін өмір сүру үшін. Ондай жер бар ма екен? Қылмыстық оқиғаға құрылған жаңа кинотуынды қоғамдағы өзекті тақырыпты қозғайды. Аты айтып тұрғандай, «Зеркало» фильмі көлік айнасын ұрлап, оны сатуды кәсіпке айналдырған қылмыскерлер қарекетін суреттейді. Үлкен қалаға арман қуып келген жастардың түзу жолдан тайқып кетуі шебер көрсетілген. Режиссер Рашид Сүлейменов бұл картинасы арқылы ұрлық төбе қорлық болатынын ұғындыруды көздесе керек. Тема кражи зеркала, она, конечно, многогранна. Негізі айна ұрлау тақырыбы жан-жақты қарастырылған мәселе. Фильмдегі оқиға қандай да бір экономикалық кәсіптің көзін қарастырмайды. Біріншіден, картина қарапайым жастардың бір сәтте қалай қарақшыға әрі ұрыға айналғанын көрсетеді. Туынды жарық көргеннен кейін, картина неге қылмыскерлерді ақтайды деген сұрақтар қойылуы мүмкін деп топшаладым. Себебі фильмде жастар амалдың жоқшылығынан жаман жолға түсетіні туралы айтылады. Алайда олай емес. Біз керісінше кинотуынды арқылы қандай жағдай болса да, ұрлықтың түбі неге әкеліп соғатынын көрсеткіміз келді. В последнее время появлялось много скандалов с этим связано, да? Соңғы уақытта осы мәселеге байланысты көптеген шулы оқиғалар орын алды. Оны бәріміз білеміз. Қоғамдағы келеңсіз жайтты арнайы ойластырылып жазылған сценарий арқылы көрсеткіміз келді. Қылмыс жасау жақсы тенденция емес. Біздің жарыққа шығарған картинамыз біраз көрерменге сабақ болып, өмірін жақсы жағына қарай өзгертетін болса, біздің мақсатымыздың жүзеге асқанын деп білемін. Заң бұзбауға тырысып, болашағы жайлы ойлана бастауы әбден мүмкін. Шағын бюджетке түсірілген коммерциялық кинолентаға киносыншылардың өзі жоғары бағасын берді. Фильмде режиссерлік тапқырлық, операторлық шеберлік және актерлік шынайылық үйлесім тапқан. Зеркало — это метафора, очень яркая метафора. Айна дегеніміз метафора. Біріншіден, фильмнің эпиграфы деуге болады. Өйткені көлік айнасы өзгеге тиесілі затты ұрлаудың символына айналды. Айна фильмнің эпитеті. Сондай-ақ айна ұрлық жасайтын жастардың мотивациясы, мақсаты, кеңге жайылған тағы бір ұғым түсіндірмесі бар. Айна ол шынайы өмірдің болмысын бүкпесіз көрсетеді. Шытырман оқиғаға толы кинолентада Аян Өтепберген, Элизат Берекова, Баян Алагөзова, Қайрат Нұртас, Сырым Қашқабаев, сондай-ақ 91 тобының әншісі Азамат Ашмақын төбе көрсетеді. Басты рөлге бекітілген барлық актерлер арнайы іріктеуден өткен. Зеркаланың кастингіне келген кезде ішім үлкен 9 ай 2 апта қалған кезде босануға келіп кастинг өттім. Бәрі ұнады. Содан кейін қабылдандым. Белгілі продюсер Баян Мақсатқызы Рашид Сүлейменовтың жұмысына ешқашан күмәнмен қарамайды. Сол себепті білікті режиссердің ұсынысына бірден келісім берген. Тіпті сол сәтте Алагөзова өзінің Рауза атты телехикаясын түсіріп жатқан көрінеді. Я от площадки к площадке бегала, если честно. Шынымды айтсам, мен ол кезде бір съемкадан екінші съемкаға жүгіріп жүрдім. Бір жағынан өзім кез келген образға оңай кіріп, оңай шығатын адаммын. Сол себепті де маған аса қатты қиындық тудырған жоқ. Оның үстіне психологиялық ауыр рөл емес. Менің кейіпкерім өте бай олигархтан алданған бақытсыз әйел. Оған дейін бұндай рөлді ойнаған емес.
Алайда актриса болғандықтан өзімнің басымнан өткендей етіп шынайы сомдауым керек. Түсірілім күні 3 күнге созылды және аса ұзақ эпизод болған жоқ. Небәрі 1-2 дубльді ғана қажет етті. Қарағанды қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының әртісі Серікболсын Қайыржанов бұл фильмге арнайы шақырылған. Зеркала картинасы актер үшін үлкен экранды сомдаған алғашқы дебют болмақ. Маған хабарласты, өздері телефонмен қоңырау шалып, осылай түріңіз, фотоңыз келіп тұр деп айтты. Сосын видео проба жібердім мен ол кісілерге. Сосын сөйтіп қабылдады, кәдімгі кастингтан өтіп. Негізі өзім Қарағанды театрында Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық Қазақ драма театрында қызмет етем. Күні кеше ғана академиялық атақты алды. Шығармашылық тобыма үлкен рахмет басшыларға осындай қолдап жіберіп фильмге. Бір қызығы әрбір актер өздеріне міндеттелген образды шебер ойнағаны соншалық көрерменді шынайы сендіре алды. Тіпті жабық көрсетілім кезінде көзіне еріксіз жас алған қонақтар да бар. Арнайы таныстыруды қажет етпейтін тәжірибелі актер Аян Өтепберген Сүлейменовтың картинасына біраз дайындалған. Себебі фильмнің шарықтау шегі мен өзегі Аян сомдаған ақыл есімді жігіттің тағдырымен шиеленіскен. Қазақстанның басқа қалаларында білмеймін, Алматы қаласында айна ұрлау, машинаның айнасын ұрлау жағдайы өте көп. Сондықтан осы қоғамдағы болып жатқан басты проблемалардың бірі. Кез келген сондай әлеуметтік желі болсын, ол идеологияға бірден келіп тиеді ғой енді. Сондықтан мен ойлаймын, бұндай фильмдер керек сияқты дәл қазір. Мен мысалы статистиканы қарадым, қанша айна ұрланады, не үшін ұрланады, қалай ұрланады, оның бәрін қарадық біз. Ең басты келген себебім жалпы осы нәрсеге ұрланбаса екен деген оймен келдім негізі. Мен басқа не істей аламын, мен барып оларды ұстай алмаймын. Тек әйтеуір осындай экран арқылы біздің жұмысымыз экран арқылы көрсету. Олай істеуге болмайтындығы. Криминалды картинада абақтыдан шығып жанұясына оралуды көздейтін Мұханның рөлі де көрерменге біраз ой салды. Мұханның ойы бойынша жол жоқ қой деймін. Ол тек қана алға, қасқыр жүректі азамат, әрқашан досынан аянып қалмайды. Қолынан келгенше, күші жеткенше ақырына дейін көмектесетін сондай абзал жанның бірі. Енді ол жанұясын қайтарғысы келеді, балаларын жақсы көреді. Бірақ дей тұрғанмен де ана жағдайда кішкене ажал айдап келді ма, или кішкене өмірде кішкене адасып қалған сияқты, адасып сасқалақтап қалды ғой, сасқалақтап. Ондай жағдайда сасқалақтап қалады ғой. Тұсаукесер барысында фильмге түскен әртістердің өзінен қорқынышты әрі келеңсіз жайтпен шынайы өмірде бетпе-бет келу келмегендігін сұрап білдік. Өтірік айтпай ақ қояйын, мен де өз басымда болды. Машинам терезесін сындырып ішіндегі заттарын алып кетті. Енді ол өзіме де сабақ болды. Бір жағынан сабақ емес, ондай жағдай болмауы тиіс нәрсе де негізі. Сондықтан сондай жақтарды алдын алу үшін мүмкін енді біреулер көрсе, кішкентай балалар ғой ең басты көріп, бұлай болмайтын, бұлай жасауға болмайды деп түсінеді деп ойлаймыз. Менің күйеуімнің айнасын ұрлап кеткен болатын. Бір емес, бірнеше рет бұрында болған. Бірақ менің басымда ондай болған жоқ. Қанша рет. Я думаю, что лично у меня снимались зеркала. Менің айнамды жылына 6 рет ұрлайтын. Мен сол себепті де көлігімді ауыстырдым. Land Cruiser айнасы жиі ұрланатын көліктердің қатарына кіреді. Менің ойымша жалғыз айна ұрлайтын ғана емес, басқа да жаман жолда жүрген адамның тағдыры жақсы болмайды. Ол шындық, ешқандай пікір таластыруды қажет етпейді. Негізі өмірде болып жатқан жағдай таңғалатын ештеңесі жоқ. Бәрі айтып отыр ғой, Денистен деп. Ол кісінің де жағдай енді дәлел десек болады. Сәуір айында басталған фильмнің түсірілімі 15 қыркүйекте толық монтаждалып көрсетілімге дайын болған. Картина сәтті шыққанымен кадр сыртындағы кейбір эпизодтар Элизат Беріковаға біраз қиындық тудырған сыңайлы. Қиындық тудырған сол сүйіскен сахналар. Сол жерден кішкене көп дубльдар кетті, кішкене ұялып, ыңғайсызданып. Басым бос болса, мүмкін шеттен көрінсе де бір жарасымды көрінетін беді мүмкін деймін да. Енді бәрі сол поцелуйды көріп, мен мамамда деп шок болып, сен де сүйістің ба ана кинода деп. 20 дубльдан асып кеткен шығар. Еще ұратын жерлер бар ғой, шапалақтардың, әбден таяқ жеді. Бір жыл ішінде сүйікті жар аяулы ана атанған Элизат Берікова жолдасының қызғанышын қалай тежеген? Басқа бір жігітпен сондай махаббат хикаясын ойнап жатсаң, кім ой керемет деп айтады. Енді әрине әр еркек өзінің әйелін қызғанады ғой. Онда бізде де бар ондай қызғаныш. Барынша айтып түсіндіріп жатырмын. Енді бұл фильм, бұл сюжет сондай. Фильмде ойнағаннан кейін мен міндетті түрде өмірім сондай болып қалмайды ғой, дұрыс па? Или өмір бақи бір-бірімізге ол кісімен жабысып қалмаймыз. Солай енді түсіндіремін, айтам.
Зеркала фильмінің ресми саундтрегін атақты әнші Қайрат Нұртас орындайды. Жұлдызым деп аталатын ән баян басты рөлдегі кейіпкердің құрметіне арналғандай. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, түйгеді жан жүрегім, кездесу ғой бар тілегім, жұлдызым, жұлдызым. Айдана Құрманғали, Темірбек Нұғманов, Headliner, Weekend. Дәстүрлі ән өнерінің эстрадалық жанрдың жетегінде кеткендігі жасырын емес. Сол себепті біраз өнер иелері қолдағы аспаптарын микрофонмен алмастырған. Алайда Алтын Зер дуэті қос жанрды біріктіруді көздейді. Әнші қыздардың алдағы жоспары қандай? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Таныс болыңыздар. Бұл қосбұрымды Марта Төлепберген және Алуа Қосанова. Кәсіби білімі бар әнші қыздар шығармашылықтарын шыңдап, бүгінде тыңдармандарын тауып үлгерген. 4 жасымнан бастап домбырамен ән айтады екенмін. Одан 2004 жылы мектеп қабырғасын тамамдағаннан кейін Арман қуып Алматыға келдік. Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжіне түстім. Дәстүрлі ән бітіріп, Құрманғазы атындағы консерваторияға түстім. Жетісу ән классы бойынша Тілеулес Құрманғалиевтің классынан дәріс алдым. Еңбек жолым Алматы облысы Құлансаз ансамбліне басталып, қазіргі таңда Үш қоңыр фольклорлы этнографиялық ансамбльде жұмыс жасаймыз. Мен де Марта сияқты өнер жолымды осы Қара шаңырақ консерваториядан бастадым. Мектеп бітірген соң осы консерваторияға дәстүрлі ән классына, Ардақ Исатаеваның классына арқа мектебі бойынша түстім. Құлансаз этнофольклорлық ансамблінде алғашқы өзімнің қызметімді атқардым. Қазіргі таңда Мартамен бірге Қарасай ауданы Үш қоңыр ансамблінде қызмет жасап жатырмын. Дәстүрлі ән мен эстрада жанрын байланыстырып жүрген Марта мен Алуаны ортақ армандары таныстырып табыстырған. Домбыра мен гитараны әнге қосып жүрген өнер иелері сахна төрінде көрерменге Алтын Зер атауымен таныс. Бағлан Омаров ағамыз бізге өзінің батасын беріп Алтын Зер деп ат қойып берді. Эстрадалық бағытта біз енді көп те емес, аз да емес біршама әндер жаздырдық. Махаббат болсын, әртүрлі жанрда жаздық. Осы соңғы бір жазған әніміз терме толғау ретінде болды. Жалпы гитараны үйренгеніме көп болған жоқ. Не нәрсеге ықыластансаң шынайы болады екен. Аз ғана уақыт ішінде осы бір-екі әндерді сүйемелін өзім үйреніп, домбыраға қосып, үйлестіріп, репертуарымызды гитара, домбырамен толықтырып жүрген жайымыз бар. Ұлттық өнерге адал өнерлі бикештер эстрада бағытына бір жола бет бұрмаған. Дәстүрлі қадірін бір кісідей ұғынатын қыздар халық әндерін заманауи бағытта шырқап, тыңдарманның қызығушылығын оятуды көздейді. Ал алдағы уақытта қолдарындағы аспапты микрофонға мүлде айырбастамайтындарын тілге тиек етті. Халық жалпы бізді өте жақсы қабылдауда, екеуміздің даусымыздың жағынан да, дауыс тембр жағынан да жақсы үйлесімін табады деп көбісінің пікірі жаман емес. Еліміздің көптеген қалаларына шақырту алып жатырмыз. Шығыс өңіріне, оңтүстік өңірлерде, орталық Қазақстан жақтарға көптеген шақырту аламыз. Қазағымыздың той-томалағына, концерттеріне, мерекелік іс-шараларда, мемлекеттік іс-шараларда жақсы өнер көрсетудеміз. Осы желтоқсан айында түрік мемлекетіне шақырту алдық. Қазіргі біздің халық өте талғамдары жақсы ғой. Кім дәстүрлі әнші, кім эстрадалық бағытта әнші екенін өздері ажыратып біледі. Біз енді қанша жерден тырыссақ да, қанша жерден эстраданы айтамыз десек те, дәстүрлі әнші екеніміз білініп тұрады. Кішкентай кезімізден осы дәстүрлі әнді сусындап, дәстүрлі әншілерден сабақ алып келе жатқандықтан әрине біздің жанымызға әрдайым дәстүрлі ән жақын болып келеді. Сондықтан біз бұл образдан айырылмаймыз ешқашанда. Осы стильде, осы қазақилықта
қаламыз деген ойдамыз. Алға қойған мақсаттары айқын. Алтынзер дуэті жуырда ғана су жаңа ән-баян таспалаған болатын. Қазақы нақышта түсірілген бейнебаян әншілер үшін қызықты оқиғалармен есте қалған сыңайлы. Туған жерім неткен байтақ кең еді, жасыл белде жайқалады желегім, қанат байлап шарласам да әлемді сендей сұлу жер жоғына сенемін. Қазіргі таңда енді біздің осы Ағай Шайсағұлова деген апамыз бар. Сол кісінің туған жер деген бір әдемі әні шыққан болатын, бізге сыйлаған болатын. Сол әнге клип түсірген болатынбыз, бейнебаян. Бұйырса 1-2 аптада дайын болып қалады. Негізі табиғат аясында клип түсіру өте қиын екен, соны ұқтық. Өйткені күннің сәулесінен жаңағыдай макияжың құртылады екен. Көзің ашылмай ана жерде әбден біраз жаңағындай қиналдық. Жер тегіс емес, тау болғандықтан үлкен биік өкшемен тұра алмаған қызық бір нелеріміз болды, құлап қала жаздап. Одан жаңағы жарық түскен кезде шыбын шіркелер сол жерге үйіліп алады да, сол кішкене кедергілер жасады енді. Сондай-ақ Алуа Қосанова мен Марта Төлепберген жақын күндері тағы бір клип түсіруі мүмкін. Бауыржан Есебаев ағамыздың әні мен сөзіне жазылған жақсы бір сағыныш деген әнді жаздық, өңделді, бәрі дайын. Қазір енді әлеуметтік желілерге саламыз ғой жаңа ән. Көшіріп алған адамдардың да саны көп, қараған адамдардың да саны көп, тыңдаған адамдардың да саны көп. Және де той-томалаққа барған кезде сол ән өте қатты сұранысқа ие болып жатыр. Сол себепті болашақта біз сол әнге бейнебаян түсірмек ойымыз бар. Сезім, махаббат тақырыбын әнге қосып жүрген арулардан жүректерін жаулаған серінің бар жоғын сұрап білдік. Бірі жауабын жұмбақтап жеткізсе, енді бірі уақыттың еншісіне қалдырды. Енді маған қандай жігіт ұнайды дегенде, жүрегі қазақ деп соққан әрбір қазақтың жігіті ұнайды. Бірақ соның ішінде бір ерекше ұнайтын бір жігіт бар. Алатау серілері деген бір қазақ өнерінде жаңадан құрылып келе жатқан этно топ бар. Өзіміздің әріптестеріміз, дәстүрлі әнші жігіттер. Сол топта бір жігіт ұнайды маған. Бірақ атын айтпаймын, құпия. Қай аспапта ойнайтын айтпай қойын, айтсам бірден тауып қоясыздар ол жігітті. Өнердегі қыз жігіттерге сұрақ қойған кезде бәрі айтады ғой, құпия болып қалсын жеке өмірім деп. Енді дәл сол кісілерден аспай қойын, менде де айтар едім құпия болып қалсын осы жеке өмір деп. Бір уақыты келгенде шыға жатар. Ләйліден айырылған мәжнүмде, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Ләйліден айырылған мәжнүмде, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Айдана Құрманғали, Айболат Жекебай, Headliner, Weekend. Тас лақтырсаң әншіге тиетін заманда өмір сүріп жатқанымыз жасырын емес. Халық олардың бірін таныса, бірін танымайды. Көбісі нәпақасын тойдан тауып жүргеніне дән риза. Өмірқұл Айниязов жетекшілік ететін Сейхун тобы өзгелерден несімен ерекшеленеді. Толығырақ сюжеттен тамашалаңыздар. Бала күннен әнші боламын деп армандап, сол мақсатқа жету үшін 7 жыл бойы арнайы музыкалық білім алған Сейхун тобының жігіттері бүгінде ән өнерінен нәпақасын тауып жүр. 2015 күз айында топ болып құрылдық. Біз Алматыға келіп құрылған болатынбыз. Бұның алдында Қызылордада бірге өлең айтып жүретін болатынбыз. Яғни баянмен, домбырамен, құдалықта, тойларда. Яғни Алматыға қыдырып келген болатынбыз. Сол кезде Алматыда 2015 күз айында топ болып құрылдық. Белгілі әнші Өмірқұл Айниязов жас өнерпаздарға қол ұшын берейін деді ме, әлде талантты алыстан таныды ма? Дәстүрлі әнші топтың құрылуына септігін тигізген екен. Ол кісімен бір ағамыз арқылы таныстық. Бір ағамыз тойда көріп қалып, сендерге көмек керек, қандай көмек сұрайсыңдар деген кезде, аға бізге көмек керек, бірақ бізге не керек екен білмейміз деді. Енді ауылдан келген балдарымыз осы Алматыға. Бірақ топ құрылған, жұмыс жасап жатқанбыз. Сонымен сендерге жол көрсететін өнерде деп Өмірқұл ағамызбен сол жерде таныстырды.
өнерде жол көрсететін ағамыз деп айтсақ болады, ұстазымыз. Ал бізде продюсер жоқ, өзіміз осылай жұмыс істеп жүрміз. Өмірқұлай Ниязов топқа продюсерлік етіп бейнебаяндарын түсіріп бермесе де, оның ағалық ақылымен беретін бағыты жігіттерді біраз қанаттандыратын көрінеді. Ағамыздың ұстаз ретінде көмегі өте зор. Енді 2015-те Алматыға келсек, сол 2016-тан бастап өзінің үлкен шығармашылық кештеріне шығарған болатын. Астанада, Конгресс-холлда үлкен шығармашылық кешін берді. Енді ол концертке біраз әншілер таласады ғой. Бәрі шыққысы келеді, басқа да әншілер көп, жас әншілер көп, бірақ солардың ішінен бізге бірге дуэт орындап шыққан болатынбыз. Одан кейін Талдықорғанда 3000 адамға шығармашылық кеш берді. Соған шығарды ел халықтың алдына. Одан Қызылорда облысының бүкіл аудандарында шығармашылық кешін берді. Содан қалдырмай бізге үлкен көмегін көрсеткен болатын. Өзінің шығармашылық кештеріне шығарып, ел халыққа таныстырып, мені шәкіртім деп. Отан деп елжіреп, мені қылған ер жүрек, мейірім нұры сыйлаған жан әжем менің. Таң қалдырдық деп айтуға келмейді, бірақ енді өзіміз қазақи бағытты жақсы көріп, осы қазақи әндер орындап жүргесін ол кісі бізді өзі ұнатты. Қазақилықты жақсы көреді екен деді. Біз негізі Қоңыр тобының әндерін айтып бастапқыда солай жүрген болатынбыз. Сол кезде бұл жігіттер өз қазақтың дәстүрлі әндерін жақсы көреді екен ғой деген оймен бірге жұмыс бастап кеттік. Топ құрыла салысымен аты да бірден шықса керек, бірақ Сейхун сөзінің мағынасын білмейтіндер үшін бұл дуэттің атауы құлаққа ерсі естіле ме, қалай? Негізі тарихты білетін, кітап оқыған кісілер бірден түсінеді. Сендер Қызылорданың жігіттер екенсіңдер ғой деп әңгімені бастайды. Ал білмейтін кісілер Қытайдан бастайды ғой әңгімені. Қытайдың қандай несі деп түсінбей жатады. Көп халық тарихи түбіне жетпегеннен кейін көбісі жеңіл ойлайды. Сейхун деген Қытайдың есімі ма, Қытайдың бір қаласы ма, не болды. Бірақ Сейхун деген ол біздің Сыр елінің, жалпы Қызылорданың тарихи есімі Сырдарияны Сейхун дейтін болатын. Амудария Жейхун, Сейхун Жейхун деп. Сол өзіміз Сырдың бойында өскеннен кейін топтың атын Сейхун деп қойған болатынбыз. Тас лақтырсаң әншіге тиетін заманда саны көп өнерпаздардың тасасында қалмас үшін жігіттер баян мен домбыраны серік еткен екен. Өнердің де сапасы төмендеп бара жатыр ғой. Тойға барсаң кейбір қыздар бар, кейбір жігіттер бар, біреудің дауысымен ән айтады. Біздің де дауыспен де айтып кетіп отқан әншілер де бар негізінде той келгенде. Енді ол бірақ өнер жолы, шын өнерді ұстаған адамдарға оңай емес өнер жолы. Яғни әншілер көтерілем дегенше біраз қаражат салады. Қаншама ән жазады, қаншама бейнебаян түсіреді. Онда жатқан қырғын қаражат бар. Сол еңбегімен тоқтамағаннан кейін ол әнші болып шығады деп айта аламыз. Көп әншілер қазір әнші болғысы келетін, бірақ жеңіл көреді көбісі. Сол жеңіл көргеннен кейін көбісі әнші болып кетіп жатыр да, бірақ енді сол таланты жоқ әншілер менше бәрі кетсе 1-2 жыл әнші болады, одан кейін болмай қалады ғой. Ал сіздердің сол көп әншіден қандай айырмашылықтарыңыз бар деген сұраққа өнерпаздар қапелімде жауап таппай, біраз қиналды. Шынымды айтсам, ол жағын айта алмайды екен. Жалпы ерекшелік дегенде халық өзі ерекшелігі, жалпы қай әншінің болсын өзіндік ерекшелігі бар. Халық соны жақсы көрген әншіні өзі ерекше қабылдайтын болса, өзі ерекше. Нәпақаларын тойдан тауып жүрген жігіттердің соңғы бейнебаяндарда осы бағытта түсірілген. Алғашқы жұмыстарына барлық күш-жігерлерін салған ән өнерінің жанашырлары бұл жолы жеңілдің астымен өтуді жөн санаған. Халықта қазіргі уақытқа байланысты жалпы халықты билетуде керек деп ойлаймын. Өйткені халықты тыңдата бересің ғой, тыңдайды ғой. Бірақ қазір уже бит сұрап тұр халық. Өзіміздің репертуарда болмағаннан кейін біз сондай жаңағыда темповой әнде жазған болатынбыз. Халықты билетуге, тойский деп айта берсек те болады ғой. Бірақ енді ол да бір репертуарға керек шығар деп жаздық. Сұрғаным шанс па, шақырарым вальсқа, тек мәлім арналған вальс емес танысқа. Қарап тұрып алыста, төзіміңді тауыспа, жандырып бір билейік, кел жаным, пожалуйста.
алдыңғы жылдары бейнебаян түсірген кезде бізде уақыт болатын түсірілуге, жұмыс жасауға кішкене. Бірақ биылғы жылы біз тоқтап қалдық деп біраз кәдімгідей бейнебаянсыз қалдық биылғы жылы. Мына тойдың сезоны жалпы күздің уақытынан өтіп кетпейік деп тойдың мотивінде бейнебаян түсірген болатынбыз, бірақ енді бұл ұзаққа созылмады. 2 күнде біткен бейнебаян деп айтсақ болады. Шығару керек болды не болса да. Негізгі бұны да өте өйтіп бағасын төмендетуге болмайды. Бұл жерде де қанша еңбек жатыр, қанша атсалысқан жігіттер жатыр. Тек достарымыздың көмегімен бұл қаражат жағынан аз көрінуі мүмкін, бірақ өзіміз үлкен жұмыс істедік деп айта аламыз. Ал бейнебаянның қаражатына келсек, достарымыз қол ұшын берді дейді. Бейнебаянды өзіміз аз қаражатқа түсірілді деп айтуға болады. Өзіміздің бейнебаян түсіретін қасымызда бауырымыз Олжас. Ішінде рөлде ойнап жатқан өзіміздің аға бауырларымыз. Монтаж жасап жатқан өзіміздің досымыз. Былай келгенде тек телевидениеге келген кезде ғой, бағасы көтеріліп кететін. Жалпы бізде бейнебаяннан қиналып жүрген еш нәрсеміз жоқ. Ақша жағынан өткені дос жарандарымыз болып жұмыс жасаймыз бейнебаянға осы уақытқа дейін. Қазақы әуенді әндерді әуелетіп жүрген жігіттерге жаңа белестерді бағындырып, өнерсүйер қауымды қуанта берсін деп тілейміз. Айгүл Есімбек, Айболат Жекебай, арнайы Headliner Weekend үшін. Бүгінгі айтар жаңалығымыз осы. Бағдарламамыздың сараптамалық сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Headliner Weekend келесі аптаға дейін қоштасады. Амандықпен жүздескенше.